Ал бір Таиландтың кішігірім ауылына келдік. Үлкен Пхукеттен кейін мен кішкене культурный шок болдым. Мына жақта кішкене өзіміздің мұсылмандар бар екен, Құдайға шүкір, және мешіттер де бар екен. Әрбір 100-200 метр сайын мешіттер көп. Ал мына кішігірім мынандай жәрмеңкесі. Барлығы орамалда, хиджабта. Кішкене мұсылман ауыл екен. Ал мына достарым не жеп жатыр екен? Не жедіңдер? Мен ашимды кішкін көрген жоқпын. Мынандай ерекше бір пирог сияқты екен. Жасыл начинкасымен өте дәмді екен. Керемет. Бұларға күшті мықты ресторандар жұмыс істей көрсек. Мынандай бір түрі бар екен. Бір блинчиктің қатқан түрі сияқты. Өте дәмді тоже. Нағыз арбуздан кәдімгі. Арбуздан өте көп енді. Тегін. Осындай фреш жасап береді. Осындай фрешті. Әділет көрсетіп жүрші. Мынандай фреш 250 теңге. Өте дәмді. Әділетке өте қатты ұнады. Бұлай жасап береді. Әркім өз тіршілігін істеп жатыр. Әлемнің әр бұрышына әркім өз тіршілігін істеп ақшасын тауып күн көріс. Әркімнің өзінің несібесі бар. Әркімнің өзінің ризық несібесі бар. Біреу жасап жатыр. Қандай бар, Алматыда жасап көріп. Қандай подачасын өзі. Мангоны жақсы көретіндер. Қараңыздаршы, толып тұр. Килограмм 650 теңге міне. Жергілікті тұрғындар сатып жатыр, бізге тазалап. Бір штугі мыңжан. Амияқта килограммы жобамен 4 штугі. 1 килограмм болды. Бізге қазір дәмін көр деп жатыр. Так, осы ашып көрейік. Таиландтың мандарин қалай екен. Дәмі. Бірі. Қалай екен? Әділ? Жақсы. Қатты күшті айтамын. Ở đây xin bạn này.